Kobolt'қа видео регистратор 3 камералы алды арты салон. Бұда келесі проводларын жасырып, мынаяқтан өткізіп, через замокқа жалғап, осының установкасын істеп береміз. Болғаннан кейін бір видео обзор алып жібереміз. Ал бетінде питаниясын блогын таптырып қойып жіберсеңіз сығырламайды. 26-тан аламыз, через замокты. Массасын күшелтің массасын аламыз. Сондай. Kobolt'un üzerinde skoş шығады. Бұл скошты заводта біздердің өткізетін шнурымыз мынаған қысылып қалмау үшін скошлай жіберсін деп үлгі қылып қойған екен. Оны көп ойлап таптым ақыры жоғын. Баш жібересің. Тесікке провод кіріп кетсе, камера күйіп кетеді. Соның үшін скотч қояды екен де, көрдіңіз ба? Соның үшін айтады, зауыттағыларым ақымақ емес деп. Так, міне ағайлар болды. Жаңа видео регистратор Lenovo. Салоны міне. Өзім көрсетіп тұр. Бұлай алсаңыз арты үшеуі бірден көрсетеді. Алды. Өзіне рөлеп істей бересіз.